Барлығына сәлем. Бүгін екінші күн. Менің ағам негізі бүгін түсте келу керек еді, бірақ ол өз рейсіне кешікті да, енді түнгі 11-де келеді. Так что онсыз бір күнімді өткізем. Мен 2 тур бронировать етіп қойдым, бірақ қазір таңғы 8 суға барып шомылғым келеді, себебі кеше шомылған жоқпын. Осындай тэнк топ, астында бикини, шортики, гүлім бар. Қазір пляжға барамын. Еще тамақ жеген жоқпын. Breakfast, какой-то бол, сондай алуға кеттік. Қандай әдемі. Лифтпен түсуге болады, бірақ оны күткенше лучше ступенькамен түсе салу. Сағат 7, бірақ как будто қазір сағат 7 түскі 12 или 1. Прям закат ерте болады и рассвет ерте болады. Атақты ABC деген магазин бүкіл жерде бар. Общественный транспорт, автобустар көп. Discovery Bay Center и осы жерде тамақ жейтін жер болу керек. Асай бол сатылады. Ішінде но, кстати, Enterprise біз ағам екеміз. То есть мен машина арендовать етуге, бронировать еткен жер. Но оны ертең барып көретін шығармыз. Макдональдс, әртүрлі турлар. Мен кофейнем қайда? Ё-моё. Таптым, оказывается, бұл торговый центрдің астыңғы этажында орналасқан. Мұнда ешқандай public restroomдар жоқ, бірақ маған жаңағы breakfast place-тағы әйел кілт берді, сөйтіп кіріп шықты ғой. Өзі осындай acai bowl, coconut flakes, pineapple, strawberry. Прикольно. Әдемі. Бірақ маған уже тез кету керек, өйткені, то есть кету керек дегенде, пляжға барып демалып, позагорать етіп, суға түсіп алу керек, өйткені сағат таңғы 10-да менде Diamond Head деген хайкингқа тур болады. Көбелектер. Су өте күшті, жылы, құмы жұмсақ, прям кайф. Ауа райы қатты ыстық емес, қатты салқын емес, прям идеально. Красота. Мұнда еще каякинг бар екен. Ағам келсе, деп көрсек болады бірге. But the thing, the blinkers wasn't working and also guys, if you look out there, you can see our neighbor island. You see that black shadow out there? Diamond Head Visitor Center. Мені, оказывается, бүгін сағат 9:30-да ал кету керек болған екен. Мен 10-да деп ойладым. Пляждан кейін үйге барып, отельге барып, киімімді ауыстырам деп. И в итоге пляждың киіммен бара салдым. Автобус бізді алып келді. Это типа, оказывается, не тур. Мен ойладым, бізбен бірге шығады деп. Анда жазып тұрған, дұрыс оқығанда жоқпын.
Ну ладно, $36 ма? Сондай қалдым. Короче, это типа как трансфер туда-обратно и кіргізіп берді. Вот. Осындай уже білмеймін, бір 5 минут келе жатқан шығармын. Уже дыхалкам бөліп жатыр. Бәрін де кроссовкамен, шлепкамен жүр вообще. Осындай вид, қатты шаршаған жоқпын, бірақ шыққанша. Бірақ ар жақта ары қаратай тағы бар. Мен даже ең үстіне әлі жеткен де жоқпын. Капец әдемі. Ана кішкене ғана қалды. Шашы кетті. Су ішіп тоқтадым. Өте әдемі. Вау. Лестницамен бір бункерға түстім. Жол осындай видқа келеді екен. Білмеймін, әйтеуір домалақ лестницалар тұрған. Короче, адасып қалам деп ойладым, поэтому қайттан үстіге шығып бара жатырмын. Diamond Head Lighthouse. Ең үстіне шықтым. Осындай вид. Өте әдемі. Мен хайққа шығып келдім. Енді трансфердің автобусын күтіп жатырмын. Адамдардың барлығы прям дайындалып келген. Спортивный киімдер, кроссовка, бутылкамен сулары. Ал мен мұнда шлепкамен тарсылдатып, еще пляжный сумкамен ішінде су орамал, хайкингті қиындатып. Бірақ қиын емес болды. Маған ұнады, күшті. Бірақ барып прям барып прям вау деп тұратындай вид емес, бірақ өте әдемі. Прям айналаны көресің, теңіз, ар жаққа. Мен келесі турға жиналдым, бірақ қазір ланч алу керек, сондықтан асығып бара жатырмын. Вот осылай аутфит и мейкап. Бірінші рет бояндым осында келгелі бері. Тез бару керек, кешіп бара жатырмын. From the Imperial Hotel. Right next door to this beautiful area, folks. It's a great place from Hawaii that died during World War I. And the harbor to stay clear off this part of the beach where Бағана меннен үстіне шықтым. Енді бірінші view бізде осындай. 7 жерді көрсету керек. You ask people that work on their yards here and they barely see the residents or the people that own the house. 5-star hotel just to the, you see a shark swim that close to shore over in Makapu'u. See how dry it gets, but not too far
up the mountains, you'll start to change to the more lush and green parts of the Koh Lao. Look at my phone. So Actually, there's a little track, yeah. exactly, inclined railway, but it was attached to metal cables. Like Chattanooga. Малосадос деген нәрсені дейміз. Это кончики португальские. And the lady said, we're out of Masada. Kohe Lepe Lepe was fleeing, was running away from. I just want to do a clip with. That bill, let's say it's I will never know. Because over here, during the whale season, this is like. Lanai Lookout деген жерге келдік. Біздің тургайдымыз айтады, үстіп тастардың суға соғылғаны өте әдемі, соны көрсін деп әкелді. Су қандай ашық, таулар қандай өте әдемі. Aloha! That will be our fourth stop of the tour. It's from the Hawaiian language, meaning the lookout or the viewing point. And here on the right side, you see that big rock. That's a fishing shrine or a memorial for the Japanese fishing club. The boat capsized not too far off the coast, and some of the members of the Japanese fishing club passed away. Wow. This was in the 1940s. Accident, yeah. So that's Halona Cove. We'd like to give you plenty of time here to enjoy the view. Атын ұмытып қалдым. Сосын турдың қағазынан бәрін жазып жіберемін. Alright, it's going. Өте әдемі. Біздің тургайд бұны өте қалыпты пляж деп айтты, бірақ білмеймін екен, не деген әдемі, ана жерде шомылған. Сол жерге барғым келеді. Қазір сұраймын неге болмайтынын. Ну блин, қандай әдемі. Әлем не деген екен. Осыдан кейін қалай? Қазақстанды жақсы көремін ғой, бірақ ойлаймын осындай жерлерді көрген соң қалай Қазақстанды. Өте әдемі жер. Мына жердегі таулардың өзі прям ұнап төмен. Кішкене Нью-Хэмпширдің тауларына ұқсайды, бірақ ол жерде әдемірек сияқты. Мына суретті жаңа қасымдағы атам түсірді. Ол Орегон
State University'da Communication'dan профессор екен. Мына жерде көбісі кездестірген адамдардың барлығы қазақстандықтар екен. Хэмптон Бичте көбісі білген. И таныстары бар, жаңағы кісінің студенті бар екен Қазақстаннан. In charge of maintenance, doing all the maintenance at the Makapu Lighthouse. They actually lived close to the lighthouse for many years in the 1940s. Davis. Yeah, Island. Қандай әдемі. Блин, камерада ондай әдемі емес шын өмірдегідей. Анда бір кісі пейр сайлангпен түсіп бара жатыр. Блин, қандай күшті. Мен барған жерлерден барлық локациялар ең әдемісі. Өзім сене алмайтын, мынаны шын көзімен көріп тұрғаныма. Қандай әдемі. Countryside. The countryside, yeah. All the countryside besides the. North Shore, yeah. So you will notice, folks, the Hawaiian flag is being flown upside down. Yeah, So that's that the is, day let's say you're looking to get the land to build your house. That lease will stay within your family, but that only happens like maybe once or twice a year when we get heavy rain. So a house right through here is not 1.7 million. Oh, it would be like you see this shack over here on the left. That would be over $1 million if it was for sale. Wow. Yeah, I mean, Waimanalo is the countryside of the South Shore. Yep. Right? I mean, although on the east side of the island. But 5, Kamehameha, sought on the conquest to unify the islands. And at the Pali Lookout, they fought the last battle, which is called the Nuuanu Battle. Honolulu, and final stop, Alabama. But you know how things work with the government. Over budget, lot of side of the island, a lot of fruit trees and these beautiful colorful flowers. Windward Oahu, the average amount of rainfall is just over 100 inches of rain a year. These are the monkey pod trees at the Women's Correctional Center. Introduced the monkey pod trees, although there's no monkeys here. They call it the monkey pod because in Central America, the monkeys, they eat the seeds And go over there and spread them. and spread all over, right? So, Yeah. but some say that the biggest city, biggest town here on the east side of the island. Also, we get a nice view of Highway 60, the H3. Right now, one time, the van broke down right over here. Yeah, you see that? Wow. Kind of crazy. Ho'omaluhia, the botanical gardens, is just down below. Okay. The probably long enough, little problems like everywhere else. You know, you get your. But the natural beauty of this place, I saw it. Well, someone hit it. It was dead on the side of the road.
қатты Хумалухия Ботаникал Гарден дегенге барғым келеді. Мынау жер соның қасында. Тура осындай таулар ғой. Нуану Пали Лукаут. Мынау ағашқа қараңыздар. Естеватыр мыналары. Үстінен көрсеттім ба, көрсетпедім ба білмеймін. Кейін осындай парктерде тоқтай берсем, естіп құшақтасып тұрса. Кейін реально көрем, көп адамдар пара болып жүреді. Балалармен, либо өздерінің партнерларын құшақтап, осындай уақытта бірге бөлісіп күшті. Жалғыз болған тоже күшті, осындай жерлерді көру. Но в целом айналамда не только про отношения, вообще жақсы достар болып компаниямен келгенге. It's old, huh? Never, man. Never gets old. The beauty of the mountains. I wish there was a rainbow. Oh, sometimes, I don't think. And turn around, right? So you guys can get some photos, enjoy the views. As you see here, there's barely any room for us to. How long do you want us? What time do you want us back? This would be about 15 minutes. Өте әдемі. Тауға шықтық. Бүкіл қаланың виді ашылады. Diamond Head деген кратер и Waikiki Beach мына жерде. Do you want a picture? Бітті. Мен 7-Eleven деген заправкаға келдім. Заправка магазин ішінде тамақ сатылады. И тиктокта осындай суши ролл, либо қалай аталады, нигири меді. Сол туралы естіген. Поэтому тут хочу попробовать. Нигири меді. Короче, ол жоқ екен. Наверное, ұнап тұр. Bonito. Өлпеді. Salmon деген болмын жүр. Вот. Миса салмон и камбу. Ағама и өзіме. Вот таптым. Үшбұрышты туна бар екен и салмон бар екен. Отельге келдім. Мен уже үйге келдім. Жаңағы алған нягири меді, нагири соны жедім. И енді моти жегім кеп тұр. Мұнда Made in Japan деп тұр. А так сол үшін ғана алдым. Сейчас попробуем.
Короче, скоро менің ағам келеді, сондықтан үйді жинау керек. Артында фоновая музыка болған, сон дауысын өшіріп тастадым, бірақ айтып жатқаным как будто мында менен басқа тағы 10 адам тұрған сияқты болды. Қазір таңғы 5, менің ағам уже келді, бірақ короче, оказывается, мен машина забронировать етіп қойдым, и ол тағы бір машина забронировать етіп сонымен келді, и в итоге мен машинамды, мен бронировать еткенді қалдыратын болдық, ол өзінікін өткізетін болды. И қазір драйвер лайсенсын алып кетуге кетті, чтобы приложениемен регистрацияны өттім. Вот.